Саламатсыздар ма, бауырлар? Бүгін TikTokта қалай атақты болу керек екенін айтамын. TikTok атақты болу деген ол бүкіл Қазақстан сені таниды деген сөз. Енді телевидение, мысалы, сіз ктк шықтыңыз ба, сізді ешкім көрмейді. Иә, сөйтіп, яғни, мысалы, сіз ктк, НТК шықсаңыз, сізді бір-екі саран адам көреді. Өйтіп сіз айтасыз, мен қарашы, мен телевидение шығамын, болды, телевидение шықты, сіз бірақ атақты болмайсыз. Ал TikTokта сіз танымал боласыз. TikTok сізді өзі рекомендацияға шығарады. Егер Instagram 9 жылда миллиард скачиванияға жетсе, ал TikTok небәрі 1 жыл 9 айдың ішінде осындай скачиванияға жетті. TikTok ешкімді қарамайды. Сен қай елден, бізде білесіздер, мына Қазақстанның әншісі тіпті TikTok нетіп отыр. Әрі Рай мен Артурды білесіздер, осы TikTok музыкасында танымал болып отыр. Неше түрлі видеолар сала беріңіз, көп видео сала беріңіз, бірінен соң бірі деген сөз емес. Атақты болу үшін сапалы контент түсіріңіз, сапалы видео түсіріңіз, сізді бағалайтындай болсын, комментарий жазатындай болсын, сізді осыдан кейін тани бастайды. Ал TikTokта танымал болсаңыз, ол өте керемет болады. TikTok сізге контент түсіре беріңіз, видеоның соңына дейін қараса, TikTok сізді өзі-ақ рекомендацияға шығарады.